Түркия және Қытай Қазақстанға әскерилерін кіргізуі мүмкін. Әбішев, саясаттанушы Ғазиз Әбішев, Қазақстан Ресеймен шекараны нығайту үшін Қытай мен Түркия әскерилерін кіргізуі мүмкін деп есептейді. Бұл туралы ол өзінің Телеграм арнасында жариялады. Қазір ресейлік әскерлер қарбалас, ал қазақстандық әскерлер аздық етеді. Мүмкін Ресей Федерациясымен жақсы қарым-қатынаста болған және Ресейге сенетін елдерден көмек сұраймыз ба? Мысалы, Қытай мен Түркия айтпақшы, биыл олар Қазақстанның қауіпсіздігі және аумақтық тұтастығына белсенді түрде кепілдік берді. Солтүстік шекарада түріктер мен қытайлардың шектеулі контингенті шынайы нұсқа ма? Әрине, Ресейге көмектесу үшін басқаша қалай болсын, ал әлем контент бас қосып Қазақстанды көмейінен ұстап өте маңызды таңдау жасауды талап етсе, түрік пен қытайлық әріптестер де артық болмас. Сценарий керемет, бірақ соңғы жылдары көптеген фантастикалық сценарийлер орындалды. Солай емес пе? Делінген хабарламада. Естеріңізге сала кетсек, Ресей президенті Владимир Путин 21 қыркүйектен бастап жартылай мобилизация туралы жариялады. Әскери қызметке тек запастағы және қарулы күштер қатарында қызмет еткен белгілі бір мамандықтарды мен тиісті тәжірибесі бар азаматтар ғана шақырылады.